Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ключ на 17 каналы және бүгін бізде кезекті видео. Бүгін біз машинаға жасаған кезекті тюнинг жайлы айтатын болсақ, біз машинаға Starline B9 көп функционалды автосигнализациясын орнаттық. Бұл сигнализацияның қолына не келетінін іспен көрсетейін. Ой. Осы? Все. Короче, машина оталда, автозаводка бар, сигнализация барлығы істейді. И достар, мен неге Starline B9 автосигнализациясын орнатты деп ойласаңыздар, бұл ешқандай да Starline'ға реклама емес, мен мұны өз қалтамнан ақша шығарып сатып алдым, ешқандай сотрудничество емес. Бұны орнатқан себебім өздеріңіз білетіндей, Астана қаласындағы қыс мезгілі өте қатты суық, азанда машинаны оталдырмай қиналмау үшін автозаводканы орнатылған дедім. Мен автозаводканы күз мезгілінде орнатқан болатын тұғым. Ол уақытта өздеріңіз білесіздер, мен қолым босамай жұмыстан видео сала алмадым, және бұл видеоны салу мүмкіндігі бүгінге түсіп тұр екен. Және бұл туралы айтатын болсақ, автозаводканың ең бір рахат жері, азанда жұмысқа баратын кезде өте күшті. Сигнализацияға қазір Starline B9 орнатайын деп жатырмыз. Соған ода заводская звукқа болмайды екен. Мынау усилитель звука осындай алдық. Коробкасын бері тұр, қадырып. Опа. В общем, так, сигнализация автозаводка осы серия бұл Starline. Так, ішінде пока разбирательді жасалайын деп жатырмыз. Осы керекті заттар. Маған Бағдәулет деген жігіт көмектесейін деп жатыр. Сол жігіт орнатып береді. Қазір ақтарып жатырмыз. Так, достар, бүгін тағы қасымда түсіретін ешкім жоқ. Кеше Бағдәулет екеуміз істей алмадық до конца. Бірақ біз кеше сосын американка поворотник ауыстырдық та америкаға. Достар, бізде тағы проблема шықты. Дөңгелек ауыстырып перебовкадан шыққан соң менде дворник істемей қалды. И дворниктің менде капеция деген мынау нәрсе. Осының басымнан деп пластмассасы болады. Осы нәрсені ауыстыру керек. Қазір соған барып келеміз. Осыны ауыстырамыз. Сосын нормально болады. Достар, Starline B9 автосигнализациясында бізде комплектте екі брелок беріледі. Біреуі мынандай, біздің жақын көрсеңіздер, осындай брелок беріледі. Екіншісінде бізде екіншісі просто кәдімгі кнопочный. Олда да осындай 3 кнопка болады. Ол менде пока қолданыста емес, менде индикация көрсететін пультті көбінесе қолданамын, және ол маған өте өзіме ыңғайлы. Бұл жерде 3 қана кнопка. Негізі бұл автосигнализациялар халық арасында көп орнатылады. И менде бағасы да тиімді болғандықтан мен осы автосигнализацияны алдым. Сигнализацияның бағасы шатаспасам, шамамен сиренасымен бірге 25 000 теңгеге шықты, ал орнату бағасы Астана қаласында 13 000 теңгеге түскен. Точно ұмытып тұр. Осы вложение жасағаныма ешқандай да өкінбеймін, және наоборот қуанамын. Бұл B9-тің не только B9, A91, A93 барлық автосигнализацияларда любой көлікке орналастыруға болады. Тағы бір функциясы. Қайта істемей қанша? Өздеріңіз көргендей, багажникті мен ішке кіріп ашқан жоқпын, просто пульт арқылы. Енді бәсе. Короче, ашады осындай өр. Тағы не айтамыз? Бұл автосигнализацияда ең жақсысы тағы. Астана қаласында түнде күн қатты суиды. Таймер бойынша машинаны оталдыруға болады.
өзінің арнайы уақыттары болады. 3 сағат сайын, 2 сағат сайын орналасқан. Мен 3 сағат сайын нот алдыратынға қоям. Өзі белгілі бір инструкция бар, осы инструкция бойынша мен нот алдырып қоям. Әр 3 сағат сайын будильникпен машинаны қосуға болады, потом таймер бойынша, потом температура бойынша, получается ауа температурасы төмендеген сайын сол бойынша от алдыруға болады. Мен қазір таймер бойынша ең ыңғайлы, потому что мен датчик температура кейде сенбей қалам, кейде от алмай қалуы мүмкін. Мен сондықтан лучше таймермен қойған дұрыс. Енді оны кімге қалай ыңғайлы, солай қояды. Маған вот таймермен от алдырған ыңғайлы, и мен таймермен от алдырам. Достар, мен тағы бұл Starline B9 және бағанағы айтқан басқа да модельдегі автосигнализациялардың қосымша өзінің коробкасымен бірге берілетін. Мен қазір көрсетпей қойын. Капоттың астында болады. Капотты ашып, аккумулятор немесе басқа да запчастьтарды ұрлайтын ұрлықшыларды өздеріңіз білесіздер, мен айтпасам да. Оларға қарсы арнайы машина құлтаулы тұрған жағдайда капот ашылатын болса, немесе есіктер ашылатын болса, индикация келеді. Капоттікіне тоже бөлек келеді. Достар, бүгіндікке менің видеом осымен аяқталды. Бұл видеоның спонсоры мен ешкім спонсировать етпейді. Мен өзім автокөлігім, өзім сүремін, өзім монтаж жасаймын, ревьюді өзім жасаймын. Достар, сіздерден мен қолдауды күтемін. Маған көп қолдау білдірсеңіздер, дальше көптеген видеолар түсетін боламыз. Бүгіндікке осы. Және тағы бір айтатын нәрсе, білем, машина кір болып тұр. Вот Астана қаласында қар шаң тозаң болып жатқаннан кейін көшелерге бізде топырақ шашады, чтоб машина сырғанап тайып кетпес үшін, вот мен сияқты басқа машина соғыспас үшін. И соның кесірінен себебінен вот бізде машина кір. Және бүгін как раз жуатын күн машинаны мойкаға кіргіземіз. Блять, он не реагирует за это. Вот теперь попробуй. Заебал, блин. Делать надо как? Бля, я не работал. И маған уведомление келді. Машина аштық. И бізде аварийка ойнап жатыр. И сирена.